Қалайсыздар? Біз дейтін жаңа плейлист бастайын деп жатырмық. Яғни кейбіреулеріңіз сұраған едіңіздер, осы өтіп жатқан сабақтар бойынша, Essential Grammar in Use деген кітабы бойынша өтіп жатқан сабақтар бойынша үй жұмысын бересіз бе деп сұраған едіңіздер. Міне бұл видео сабақтар бастайын деп жатырмын, иншалла. Яғни бұл exercises үй жұмыстар. Әрбір өтіп жатқан ағылшын тілі сабақтарына осындай үй жұмыстар шығып тұратын болады, иншалла. Қазір бірінші сабақ біз өткен Unit 1 MSA деген ережені өткен едік. Be етістігін осы өткен Unit 1-дегі болған сабаққа байланысты бұл соған қатысты үй жұмыстары. Ал енді сіздер сабақтың өзін көрмеген болсаңыздар, онда менің Essential Grammar in Use деген плейлистқа кіріп, осыған қатысты сабақтар бар. Соны бірінші қарап, егер де көрмеген болсаңыздар, сосын осы видеоға қайтып, үй жұмыстарын орындасаңыздар, сіз ағылшын тілінен бір жақсы деңгейге жетіп қаласыздар, иншалла. Ендеше бірінші сабақтың бірінші тапсырмасы. Write the short form she's. We aren't exaggerated. Осы she is, we are деген сөздер өттік қой бірінші сабақта. Соның қысқа түрін жаз дейді. Онда бір мысалын келтіріп қойған. She is-ға, she's де осындай қысқа түрі бар. Енді they are-ға, it is not, that is, солардың қысқа түрі қандай болады. Кішкене видеоны паузаға қойып, ойланып өздеріңіз дәптерге жазып көріңіздер, немесе ауызша айтып көріңіздер. Дәптерге жазсаңыздар көбірек пайдалы болады деп ойлаймын. Содан кейін барып қайтадан видеоны қосып, мен содан кейін дұрыс жауабын көрсететін боламын. Әзірше өзіңіз шешіп көріңіздер. Біріншінікі she's болды, екіншісі they are-нікі they болады, осылай қысқаша болады. Үшінші it is not, немесе it's not болады, немесе it isn't болады, қысқа түрі. Төртіншінікі that is деген that's болады. Бесіншінікі I am not деген I'm not болады, қысқа түрі. Ал алтыншынікі you are not деген немесе you are not болады, немесе you aren't болады. Сіздер дұрыс жауап берген боларсыздар деп ойлаймын. Енді екінші тапсырма. Write am, is, or are дейді. Аны немесе am, is'ті осы сөйлемдерге қой дейді. Қайсысы сай келеді, сол бойынша қою керек. Мысалы, the weather is nice today деп is'ті қойып қойған. The weather деген ауа райы деген it болады, it. Ал it деген ол is. He, she, it деген ол is деп келеді дедік. Егерде білмеген болсаңыздар, бірінші сабақта айтылды, дұрыстап өтіп шықсаңыздар. It, the weather деген ол ауа райы деген ол жансыз нәрсе. Сондықтан it болғасын ол is болады. The weather is nice today. Солай сияқты. Ал енді стопқа қойып ойлаңыздар, екіншісі, үшіншісі, төртіншісі қалай болатын. I, сосын бірдеңе not rich. Екіншісі am. I am not rich. Мен бай емеспін деген. Үшіншісі this bag is heavy. Бұл сумке ауыр дейді. Is heavy. Міне bag деген ол да жансыз нәрсе. It болғасын, ана жоғарыдағы бірінші weather ауа райы сияқты is болады. This bag is heavy. These bags are heavy. These bags бұл сумкелер. Көпше түрі болғасын they болады, олар болады. They болғасын ол a болады. A деген they, you дегендермен келеді. We дегендермен a. These bags are heavy. Осылай жазған боларсыздар деп ойлаймын. Бесіншісі look, there is Carol. Қара, анда Carol дейді. There is Carol. Is болады. My brother and I are good tennis players дейді. Мен және менің ағам жақсы теннис ойыншысымыз дейді. Неге а келіп тұр? Себебі my brother and I деген мен және менің ағам деген ол екі адам. They, олар болады. Олар болғасына а болады. My brother and I are good tennis player. Emily is at home. Emily деген ол she, ана she болғандықтан is болады. Emily is at home. Her children are at school. Her children, олардың балалар көпше түрі болғандықтан they болады, a болады, сондықтан her children are at school, мектепте дейді. I am a taxi driver. Мен таксистпін дейді. I болғасын am болады.
My sister is a nurse. Менің әпкем медсестра дейді. Менің әпкем. My sister болғасын is болады. Үшінші жаттығу complete the sentences дейді. Сөйлемдерді толықтыр дейді. Міне бірінші мысал келтіріп қойған. Steve is ill. Steve ауырып жатыр дейді. He is in bed. Ол керуетте. He is in bed. I'm not hungry, but қалай болады? Стопқа басып жазып көріңіздер. Дұрыс жауабы I'm thirsty болады. I'm not hungry. Мен аш емеспін. But I'm thirsty. Бірақ мен шөлдеп тұрмын дейді. Mr. Thomas is a very old man дейді. Mr. Thomas өте сондай не дейді? Үлкен кісі дейді. He is 98. Ол 98-де дейді. He is мына жерде. These chairs aren't beautiful, but they're comfortable. Олардың үстелдері, орындықтары әдемі емес дейді, бірақ олар ыңғайлы дейді. These chairs, олардың орындықтары, these chairs деген көпше түрі болғандықтан, мына жерде they деп тұр, олар. They are comfortable. Олар ыңғайлы. The weather is nice today. It's warm and sunny. Ауа райы бүгін жақсы дейді. Жылы және шуақты дейді. It's, мына жерде it's болады. Себебі the weather деген ол it. It's warm and sunny. You are late. No, I'm not. I'm early. Сен кешіктің дейді. You are late. Жоқ, кешікпедің дейді. I'm early. Мен ерте келдім дейді. Мына жерде you are болады. Catherine is not home. She is at work. Catherine деген әйел адамның аты болғандықтан she болады. She is at work. Ол жұмыста. Catherine үйде емес, ол жұмыста дейді. She is at work. Here's your coat. Your coat. Oh, thank you very much дейді. Here's your coat. Біз сабақта өткен едік. Here is деп мені ал деген сияқты айтқан кезде қолданамыз. Ол бірінші юнитта бар. Here's your coat. Мені сенің пальтоң дейді. Алыңыз дейді, яғни. Oh, thank you дейді. Oh, рахмет дейді. Төртінші үй жұмысында мына жерде Лизаның сөйлемдеріне қарау керек. Бірінші сабақтағы, сосын өз жайында жаз дейді. Мысалы, мен өз жайында жазып көрем. Бірінші сіздер стопқа басып жазып көріңіздер. Егер де қиын болып жатса, онда менің жазған сөйлемім бойынша сіздер жазып көріңіздер, иншалла. Мысалы, мына жерде name деп тұр. My name'ді қолданамыз. Мына жерде сонда my name is Жанайдар деп жазуға болады. From деген, мысалы, I'm from Kazakhstan. Мен Қазақстаннан. Age деген жас, демек I'm 32. Мен 32-демін. Job деген жұмыс, мысалы, I'm a teacher. Мен ұстазбын. Favorite colors, мысалы, сүйікті түс және түстер дейтін болсақ, мысалы, my favorite color is black. Interested in деген бір нәрсеге қызығу. Просто жазатын болсақ, I'm interested in politics. Мен политикамен қызығамын, политикаға қызығамын деп. Мысал ретінде айтып отырмын. Осыған ұқсас сіздерде өздеріңіз жайында сөйлем жазсаңыздар. Бесінші үй жұмысын қарап көрейік. Әрбір жерде мына картинкалар тұр. Сол картинкеге, сол суретке сай астына сөйлемдер жазамыз. Мысалы, мына жерде бір қыз күн қатты нетіп тұр, түсіп тұр басына. Міне ойы суда, демек ол шөлдеп тұр. Демек ол бірінші сөйлемде she is thirsty. Ол шөлдеп тұр. Міне thirsty-ді сызып тастаймыз. Содан кейін екінші суретті қарайтын болсақ, екінші суретте екі адам қатты тоңып тұр. Демек they are cold. Олар тоңып тұр. Солай сияқты жазып шығамыз. Стоп басып жазып шықсаңыздар. Үшінші сөйлемде күн қатты жағылысып тұр. Жұмыс жасап жатыр. Демек ол қатты ысылап тұр. Сондықтан he's hot дейміз. Ол ысылап тұр. Hot деген ысы. Үшіншісі жылан бөлмеге кіріп кеткен. Бір адам қатты қорқып тұр. Демек he's afraid. Ол қорқып тұр деп айтамыз. Үшіншісі мына үш адамның ойы тарелкадағы тамақта. Демек олар аш. Сондықтан they are hungry. Олар аш дейміз. They. Үш адам болғандықтан олар they. Міне үшінші адам қарайтын болсақ қатты ашулы. Айна сынық. Сондықтан мына жерге angry дегенді қоямыз. Angry деген ашулы. She is angry. Ол ашулы.
Алтыншы жаттығу міне write true sentence positive or negative дейді. Use is, isn't or are, aren't. Is, isn't, are, aren't деген сөйлемдерді қолданып, сөздерді қолданып, сөйлемдер құрады дейді. Мысалы, it hot today. Бүгін ыссы дейді. Демек, it isn't hot today немесе it's not today деп айтамыз. It's hot today деп айтамыз. Мысалы, бүгін күн ыссы немесе бүгін күн ыссы емес деп. Сөйтіп, осы скобкаларды қойып жазып көріңіздер. It windy today. Бүгін күн желді. It's windy today деуге болады, немесе it's not windy today деуге болады. My hands, мына жерде cold деп тұр, мысалы. My hands are cold. Менің қолдарым тоңып тұр. My hands are cold. Brazil, a very big country. Diamonds aren't cheap. Бриллианттар арзан емес. Toronto isn't in the US. Торонто немес, USA емес, яғни United States емес дейді. Toronto isn't in the USA. Осылай болады дұрыс сөйлемдер. Келесі, write true sentence, positive or negative. Use I'm not. I'm not деп өзіңіз, мысалы, қандай недесіз, қалдесіз, өзіңіз жайында дұрыс па, дұрыс емес па сөйлемдер жазып көріңіз. Мысалы, қазір шаршап тұрсаңыз, I'm tired немесе шаршап тұрмасаңыз, I'm not tired деп. Hungry аш болсаңыз, мына жерде I'm hungry деуге болады, немесе I'm not hungry. I'm a good swimmer, мен жақсы жүзушімін, немесе I'm not a good swimmer. Мысалы, I'm interested in football, мен футболға қызығамын, немесе қызықпасаңыз, I'm not interested in football деп айтасыз. Осымен бірінші сабақтың үй жұмысы бітті. Егер де ұнаған болса лайк басыңыздар, тіркеліп қойыңыздар. Егер де осының сабақтарын жалғасын қалайтын болсаңыздар, комментарийға жазыңыздар. Қалаймыз деген сияқты. Жақсы.